Бәріңе қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге паттернның заңдылықтарын үйрететін боламын. Сол үшін осы видеоны бастан аяқ соңына дейін көріңіздер. Керекті мағлұматтар өте көп ағайын. Бүгінгі өтетін сабағымыздың паттернның заңдылықтары үш қарға немесе үш солдат деп аталады. Сол паттерндардың қазір мен сіздерге заңдылықтарын үйретемін. Ол қай жерде кездеседі, қай жерде қалай болады, соның бәрін көрсететін боламын. Ал енді сабаққа кірсек. Үш солдат қандай болады? Үш солдат дегеніміз жасыл паттерн. Үш солдат деген өзі аты айтып тұр. Үш паттернның қосындысы міне. Мынау бірінші солдат болса, мынау екінші солдат, мынау үшінші солдат. Осыдан кейін трендтің жалғасуы, жоғары қарай жалғасуы өздеріңіз көріп тұрсыздар. Осы үш солдаттың арқасында келесі паттерндардың, келесі 3-4 паттернның қайда қарай бет алатынын көрсетіп тұр. Бұл жерде ешқандай да мысалға сауда-саттық жасайтын кезде, ставка алатын кезде, мына жерде біз мына паттернның біткенін күтеміз. Не үшін бұл паттернның біткенін күтеміз? Соңғы минуттарда бұл паттерн ойнауы мүмкін, астына үстіне бүйтіп қатты ойнауы мүмкін, сөйтеді де бүйтіп жабылып қалуы мүмкін, болмаса төмен қарай жабылып қалуы мүмкін. Сол үшін осыны асықпай бір паттернның біткенін күтеміз. Мына паттернның басы құрала бастаған кезде міне мына жерден бүйтіп құрала бастаған кезде осы жерден жаңағы ставкамызды ала береміз. Сосын екінші, ешқашанда басы денесінен үлкен болып кетпеу керек. Мысалға міне мына басы, мына денесінен ешқандай да үлкен болып кетпеу керек. Соны да есте сақтап алыңыздар. Үш паттернда да қайталану керек. Көлеңкелер бұндай кішкентай болса болады. Енді үш қарға тура осы секілді, бірақ керісінше. Қазір сіздерге оны іздеп тауып көрсетейін. Міне мысалға міне үш қарға дегеніміз қызыл паттерндар бұлар. Үш паттернның қосындысы үш қарға. Көрдіңіздер ме? Үшінші паттерннан кейін уже келесі паттерн астына төмен қарай бет алған. Осыны бізге көрсетіп тұр. Бұл жерде енді бұл жерде керісінше болғаны, егер үстінен мысалы мына көлеңкесі мынандай ұзын болатын болса, бұл жерде уже ештеңе саналмайды. Саналмайды болғанда қалай? Қызыл паттерн сатушылардікі. Осы сатушылардың, мысалы сатып алушылар бір күш жинап көрді, импульс жасап болғаннан кейін, күштері таусылғаннан кейін сатушылардың көптілігі ойнады мына жерде. Сол үшін бұндай көлеңке, бұндай басы болса бола береді. Бұл жерде енді бұл үш қарғаның қағидасы мына жерден аяғы көлеңкесі ұзын болып кетпеу керек денесінен. Басы ұзын болса бола берсін, бірақ көлеңкесі ұзын болмау керек денесінен. Көрдіңіздер ме? Сол үшін әр қайсының, әр паттернның біткенін күтеміз. Осы паттерндардың біткенін күтіп барып, сосын барып немізді жаңағы алатымызды, ставкамызды жасай береміз. Бұны сосын екінші жаңағы қағида, мысалға 1 сағаттық графиканы ашасыздар. 1 сағаттық графиканы ашқан кезде мынаны көрдіңіздер ме? Мына трендті. Жалпы тренд мысал жоғары қарай ұмтылып баратыр, көрдіңіздер ме? Егерде 3 солдатпен жасайын десеңіздер, осы жоғары қарай кетіп бара жатқан трендтің ішінен кездестіресіздер. Өйткені 3 қарға уже трендтің жалғасуын көрсетеді бізге. Трендтің жалғасуын көрсетеді. Ешқандай да жаңағы уровеньдерге жақын алмаймыз. Мысалы қолдау уровені, мына жерде уровень сопротивления болып тұрса, ешқандай да мына жерден болмаса мына жерден алмаймыз. Не үшін? Өйткені бұл жерде ойнауы мүмкін. Может уровеньді тесіп шығып кетуі мүмкін, былай қарай болмаса былай қарай. Сол үшін міне осы аралықты аламыз. Ортасында белдеу уровеньге келетін болса да, мысалы осы жерден міне мына жерден аламыз. Көрдіңіздер ме? Сол жерден алып үлгереміз. Бұл үш солдаттың қағидасы. Енді үш қарғаныкі, мысалы үш қарғаныкі көрдіңіздер ме? Бұлардікі де төмен қарай кетіп бара жатқан тренд, төмен қарай кетіп бара жатқан трендтен
мысалы мынау белдеу уровені болса, мынау қарсылық уровені, мынау қолдау уровені. Осы уровендердің орталарында кездеседі бұндай паттерндар. Осы жерлерден алып үлгереміз. Бұл жаңағы три воронойдың несі, заңдылығы. Естеріңізге жақсылап сақтап алыңыздар. Сілтеме бойынша тіркеліп, жаңағындай виртуальный ақшамен ойнап, практика жүзінде көріңіздер, дамытыңыздар, өз-өздеріңізді зерттеңіздер. Ағайын, бұл жерге келген кезде ешқандай да стресс, нерв, болмаса уайым, қайғымен келмеңіздер. Бұл жерде свежий баспен келіп отырып, саудамызды жасап кетеміз. Жаңағындай стрессі ситуацияда келетін болсаңыздар, бұл жерде 100% сіздер ақшаңызды полностью жеңіп қаласыздар. Өз басымнан өткен ағайын. Сол үшін зерттеңіздер, көріңіздер, күндіз-түні отпай бір 10-15 минут уақытыңызды бөлсеңіздер жетеді, көп керек емес, одан көп. Ал ағайындар, осы сабақты жақсылап көріп алыңыздар. Алдыңғы сабағымды да, егер бұл сабақты түсінбесеңіздер, алдыңғы сабағымды көріңіздер. Ол жерде основасын үйретемін мен сіздерге. Өткен шақты білмей болашаққа көз сала алмайсың дейді ағайын. Сол үшін жақсылап көріңіздер, үйреніңіздер, зерттеңіздер ағайын. Ешқашан бірден келе салмайды. Асықпаған арбамен қоян алады дейді ағайын. Асықпаңыздар, көріңіздер осыны. Не деймін, каналға тіркеліңіздер, қоңырауды басыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздерден поддержка күтемін. Келесі сабақта тағы да осындай паттернның заңдылықтарын көрсететін боламын. Сол үшін келесі сабаққа дейін қош сау болыңыздар.